Ислам діні жабайы араб қоғамының өркениет көшіне қалай жетелесе, айналасындағы басқа елдерді де дәл солай өзіне ілестіре берді. Шығыс тарапқа жайылғанда қарсы үнді мәдениетімен синтезделіп, жаңа адамзаттық құндылықтар қалыптастырды. Ислам діні келгенге дейін парсының ақындары өздерінің патшаларын жарты құдайға теңеп дәріптейтін болса, ислам діні келгеннен кейін барлық фольклор жаңа мұсылмандық іреңде қайта жазылды. Парсының 7 шайыры Сағди, Физули, Жами, Хафиз, Низами, Рудаки, Омар Хайям керемет ғазалдар жазып қалдырды. Ежелгі үнді әдебиеттері де трансформацияға ұшырады. Ежелгі үнді мәдениетінің ислам дінімен синтезделгендегі өркениет әжәм деп аталды. Ал түркі мәдениетімен ислам діні синтезделіп, әтрак өркениетін қалыптастырды. Құран мен пайғамбар сүннеті Европада қандай мәдениет толқын тудырса, түркі даласына да сондай мәдени сілкініс әкелді. Бұл өркениет заңы. Бұл заң бойынша тіршіліктің ең ардақтысы адам деген гуманистік принцип орнықпайынша, тайпа деңгейіндегі тұрпайы тұрмыс дәріптеліп тұра береді. Мысалы, өлтірген жауының қанын ішу, адамның бас сүйегінен шарап ішу, өлтірген жауының басын қанжығасына байлап жүру, тұтқынға түскен адамдарды қорлау. Осындай қатыгез қоғамда ешқандай даму болмайды. Зорлықты тудырады. Қанға қан деген принциппен жүрген қоғамда ешқандай саяси тұрақтылық болмайды. Ислам діні келгенше осындай қатыгез, қаскөй, аяр батырларын түркі халқы нағыз ер деп танитын болса, ислам діні келгеннен кейін әулие, тақуа, жомарт азаматтарын ер категориясына қосатын болды. Түркі әлемі де өркениет көшіне ілесу үшін осындай трансформацияға көндікті. Енді сұрақ туындайды, осы трансформацияға көнбегенде не болар еді деген. Онда Сібірдегі Якут, Тува, Саха секілді локалды мәдениетпен шектеліп қалушы еді. Африка, Амазонка ормандарындағы әуреттерін ашып жүретін, тырнағын шашын алмайтын жабайы тайпалық деңгейде қалып қояр еді. Арам мен адалды айыра алмайтын, арам өлген малдың етін жей беретін жабайы ғұрыптар тіршілік қағидасына еніп кетер еді. Ал кие құт деген ұғымдар бастауын киелі кітаптан, пайғамбарлардың тағылымынан тартуы керек. Сонда ғана әр тарапқа бытырап адасқан жұртқа темір қазық болып жол сілтейді. Осындай өркениет өлшемдерін түркі даласына орнықтырған Қожа Ахмет Яссауи ілімі.